Қайырлы таң көрермен, мен бүгін тілші емеспін, троллейбус жүргізушісімін. Олай болса мен жолға дайынмын. Кеттік. Айтпақшы, троллейбус жүргізушісіне қажет ТБ категориясы менде жоқ, сондықтан мен бұл көлікті тізгіндей алмаймын. Олай болса, өз мамандарына рөлді берейік. Осындай өзіңіз жаңағыдай айтқандай, троллейбусты кез келген категориямен жүргізілмейді. Бұл троллейбусты жүргізу үшін ТБ категориясы болу керек. Сол категория арқылы троллейбусты жүргізе аласыз тек қана. Сол үшін біз троллейбусты ең алдымен жүргізбес бұрын тексерістен өткізіп алуымыз керек. Олай болса қазір тексереміз ғой, Тексереміз, жақсы. Ең алдымен троллейбусты қосар алдында ішінен қосқаннан кейін жаңағы өзіңіз көргенде тоқты қабылдаушы қосамыз. Осылай қосамыз. Осымен ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Жолға шығуға дайындық жүргіземіз. Жұмысқа кірген кезде бізді медбикелер тексереді. Медбикелер тексергенде біздің денсаулығымызды тексереді. Жаңағы ішімдік ішпеген үшін ішпегені болмау керек. Қан қысымы болмау керек жұмыста. Денсаулықты тексереді. Содан кейін біз диспетчерден жолдама аламыз. Жолдамадан кейін біз жаңа кассовый аппаратымыз бар, осындай билет шығаратын. Соны алып, біз троллейбусқа келеміз. Троллейбусқа келіп, жүретін алдында бізде осындай мынандай катный башмак дейді. Осын қоямыз, осын аламыз, сосын. Дайынбыз қазір жолға шығуға, е? Дайынбыз жолға шығуға. Анда кеттік. Кнопканы басамыз, бұл аккумулятор үлкен жаңағы тоқты бәрін қосу үшін осын қосамыз. Содан кейін осы кілтті қосамыз. Кілт барлық жаңағы прибор, фар дейді мысалға. Табломыз бәрі қосылу үшін осы кілтті қосып, мыналарды қосамыз осыларды. Руль, компрессор дейді, солардың бәрін қосып жүреміз. Біздің жүргізушіге кедергі келтіргеніміз дұрыс емес шығар, әрі қарай жолынан қалдырмай. Сәт сапар тілейік. Жол ақысы, тәңір ақысы дегенді ұмытпаңыз көрермен. Ал сіздерге сәтті сапар тілейміз.